Калифорния тепелеринде саботаж. Илон Маск Кырым янында Старлинктің сөндірілмесіне эмир берді. Бойлелікнен кечкенсіне Русияның Қара деңіз флотына япылажақ ұжымны тоқтатты. Бұақта CNN SpaceX корпорациясының рейсі Уолтер Айзексның биографик китабына эсасланарық білдірем. Қайдетілгеніне көре уйдыбағы терминалларының сөндірілмесінден соңра экипажсыз Украин қайықлары Ақярда рус гемилеріне зарар беріп оламады. Дронларны ялыға атты. Айзексның фикірінше Илон Маск муэссесінің муэндислеріне Қырым етрафында бағны сөндірмеге емер берді. О, Ақяр флотына ұжымге русларының жевабының нуклеар силах олажағындан қорықты. Коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського флоту, вони втратили зв'язок і нешкідливо викинулися на берег. Занепокоєння Маска щодо міні-Перл-Харбора, за його словами, не виправдалося в Криму. Але цей епізод розкриває унікальне становище, в якому опинився Маск під час війни в Україні. Илон Маск бір мүддет евелсі Будженкнің да фаллеші жегеве үшінші жан женкіне чеверілежегенден қорқаныны білдірген еді. Айзексның китабындан алынған мәліматларға Илон Маск eski Twitter шымды есе X адлы ичтимаи менбасындан жауап бермек мәжбүретінде қалды. Башта миллиардер SpaceX-нің бір шей сондырмегенini, sadece Қырым янында терминаллерні фаал вазиетке кетірмегенлерні білдірді. Бірқач вақыттан соңра есе яны жауап тапты. Був терміновий урядовий запит на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту. Операцияның саны айтылмай, ама кечкенсіне майыс айында руслар ақиқатінде Ақяр ялыларына атқан экипажсыз қайықларны қайд еткен еді. Ишгалжилер Украина кешфиятына шашырған еді. Адесе бұқыбы ұжымлерінің ilk сырасында олды. Вақыт кечкенже экипажсыз қайықлар русларының Иван Голубец, Адмирал Макаров, Приазовье, Леногорский горняк кебі гемелерге ұжым етті. Ен мұйымы есе Кереч көпіріне салдырды. Böylece Украина мутехасыслары русларының қырмызы чезгелеріне құлақ асмайып, Илон Масктың қорқуларыны sıfırlaştırdı. Ақярда арбейджинайчы Евгений Пригожин адына мемориалға тікленген рус байрағыны тептілер. Бұқыбы протестоны 21 яшындаки оғлан білдірді. Енді оны рус байрағыны ақаретлегенінде қабатлайлар. Озының әрекетлеріні о рус ишғаджи полисінің яйынлағаны видеода анлатты. Флаг Российской Федерации. Потому что Российская Федерация напала на мою страну. На какую страну? Украину. Вы сейчас не в Украине, Я вы в Украине. Вы сейчас в Севастополе. Севастополь – это Украина. Дегер Ақяр сакинына жасуслықта ве диверсия азырлығанында қабатлап тұттылар. Санкедерсін 45 яшындаки ер адам базарчық қойы янында демир yolны патлатмаға ниетленген. Отлар арасында ФСБ хадимлері бірқача Летвия пауэрбанк көстерділер. Ишғачылер тарафындан яйынланған видеода ер адам Санкедерсін япқанларында қабатыны таны. Бұйк ықтимал психологик басқы алтында бұлынған Ақяр сакины еминсізлікнен рус гемилеріні тақип еткенini ве ерлі лиманда деңіз алты гемилеріні тетқиқат еткенini аңлаттым. На меня вышел пользователь с ником Макс Полянов. Он представился, что он сотрудник ГУР. Разговор происходил на русском. Он выразил признательность за сотрудничество. Ишғал алтындаки Қырымда шахет фырлатма системаны ерлештірділер. О Кереч ярамадасының чауда бұрнында бұлына. Бұақта Украина Женебе қоветлер спикері Наталья Гуменюк білдірді. Оның қайдеткеніне көре иранлы дрон камикадзелеріні андан ilk дефа фырлатмайлар. Бұндан evvel Украина ава қоветлерінің мәліматларында Азақ деңізіндегі рус Приморско-Ахтарск кечі еді. Гуменюкның айтқанына көре рус ишғалжелері Украинаның Женебе топрақларыны дрон салдырыларының терроризия еткені Украина ава сауынма системлерінің ерлеріні огренмеге тырышам.
Зрозуміло, що спрямовують ці дрони переважно над акваторією Чорного моря для того, щоб максимально приховати їх рух, їх маршрут, їх навіть звуковий ефект, оскільки це основні фактори, по яких можна орієнтуватися вночі. Так, вони намагаються використовувати особливості географії для того, щоб бути максимально результативними. Але ми теж не пасемо задніх, ми вивчаємо всі їх хитрощі. Шахет уҗумларының чоклашканыны Наталья Гуменюк рус топракларында кысмен улса да дронларның иштеп чыгарылмасыннан баглай. Руслар дрон канатларында үзләренең имзаларыннан мактана. Бу рус әлифбесенең аҗаип арифләридер, олар башка һичбер славян телендә юктыр.